осы Алла тағаладан берген сөйлеу деген нығметті қалай түсінуіміз керек, оны қалай бағамдауымыз керек. Оның өзі жоқ кезде сыртынан бір нәрсе айтатын болсаң, сен де өзің жоқ кезде сыртыңнан не айтқысы келеді адамдар, не айтқанын қалайсың, сол сөзді ғана айт дейді. Бос сөз сөйлеу деген сияқты дүниелерде осылардың барлығы адамға қаншалықты зияны мен зардабы бар. Адам үсті-үстіне сөйлей берсе, өйтіп жаңағы үйіп төгіп аузынан інжу маржан хикмет шыға бермейді ғой ешкімнің. Әрдайым өзінің басында ереже тұру керек адам. Бірдеңе айтайын деп жатқан кезде маған қатысы бар ма жоқ па? Сұрағым осы жақсы сөздерді айту арқылы адамдар біз Алла тағаладан қандай сауаптар ала аламыз? Өйткені ол қасиет, жаңағы үндемеу, көп сөйлемеу деген қасиет, ол шайтанды қуат дейді. Әсіресе жақсы сөз, ол досқа да айтуға болады, дұшпанға да айтуға болады. Ассалаумағалейкум, таным арнасының тұрақты көрермендері, өздеріңізбен қайта жолығып отырғанымызға қуаныштымыз. Естеріңізге сала кетейік, алдыңғы сұхбатымызда шынайылық жайында қозғаған болатынбыз, ал бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз сөйлеу әдебі жайында болмақ. Енді әдеттегідей біздің осы сұхбатымызға көмегін беретін дастан ұстазымыз келіп отыр. Ұстаз, қош келдіңіз. Ұстаз, енді сөйлеу Алла тағаланың адам баласына берген ең үлкен нығметтерінің бірі. Себебі қазақта тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады деген тәмсіл сөзі бар. Олай дейтініміз кейде осы сөйлеу арқылы, сөз арқылы бір адамдардың өміріне қуаныш сыйлап мән бітіріп жатсақ, кейбір адамдарға зиян беріп, осы құрдымға жіберіп жатамыз. Енді өзіңізде алғашқы сұрағым, осы Алла тағаладан берген сөйлеу деген нығметті қалай түсінуіміз керек, оны қалай бағамдауымыз керек, осы жайында айтып берсеңіз. Бисмилля, вальхамдулилля, уассалату вассаламу аля расулилля. Расында да Құранда Алла тағала айтады ғой: «Уама бикум мин ниъматин фа миналлах». Сендерге қандай да бір жақсылық берілсе, соның барлығы Алладан дейді. Енді нығмет деп отырғанымыз адамға уақытша пайдалануға берілген жақсылықтар. Соның бірі осы сөйлеу. Енді соның ішіндегі ең үлкені, ең ұлы нығметтердің бірі осы сөйлеу десек болады. Өйткені басқа жаратылыстардан бізді ажырататын осы сөйлеу қабілетіміз, сөйлеу болғанда да ойын жеткізу ғой. Мысалы, Рахман сүресін оқысақ, Алла тағала айтады: «Астаизу билля, ар-рахман алламал Құр'ан, халақал инсан, алламахул баян» дейді. Өзінің ұлы есімі Рахман, мейірімді, мейірбан. Ол Құранды үйретті, адамды жаратты және оған сөйлеуді үйретті дейді. Жаңағы мағынада баян, ойын жеткізу. Сондықтан да бұл нығмет, үлкен нығмет деп айтатынымыз осыдан. Енді кез келген нығметті адам егер жақсылыққа пайдаланатын болса, ол нығмет болады. Егер оны жамандыққа пайдаланатын болса, соның ішіндегі мал дүние болсын, денсаулық болсын, басқасы болсын, ол нығмет емес, оны нықмет дейді. Ол деген сөз адамға берілген жаза, немесе оның бір жазаға ұшырауына, жамандыққа душар болуына ашылған бір есік болып саналады. Сондықтан тіл үлкен құрал болғанмен ол қауіпті де құрал болуы мүмкін. Жаңа тас жарады, тас жармаса бас жарады дегендегідей, ол адамға көптеген жақсылықтар алып келеді, және сол сияқты көптеген жамандықтарға да ұрындырады. Сол үшін ислам дінінде сөйлеуге қатысты ережелер қояды. Ауздан шығатын сөздерді жақсы, жаман, бос деп оны бөледі түрге қарай. Мысалы, Құранның аятына қарасақ, Ниса сүресінде Алла тағала айтады: «Ла хайра фи касирин мин najwahum», адамдардың өзара сыбырласқандарының ішінде көбісінде қайыр жоқ дейді. Енді ол мысал ғой, сыбырласу болсын, болмаса әңгімелесу болсын. Қазір 5-6 адам отырып әңгімелесетін болса, сондай әңгіме дүкендердің көбісінде береке жоқ, қайыр жоқ деген, жақсылық жоқ деген сөз ғой. Тек мыналарды айтпағанда дейді: «Илля ман амара би садақатин», біреуге садақа беруді бұйырған, сондай бір соған үгіттейтін, ау маруфин, немесе басқа да бір жақсылықты жасауға шақыратын, үндейтін сөздер, ау ислахин байнан нас, болмаса адамдардың арасын жарастыратын сөздер. Көрдіңіз, бір ар жағынан жақсы нәтиже алып келетін да. Бірақ оның барлығы Алланың ризалығы үшін болу керек та. Енді осыны Алланың ризалығын көздеп істейтін болса біреу, біз оған жақын арада өте көп мол сауап береміз дейді. Бұл аяттан түсінетініміз, адамның аузынан тек сондай бір жақсылыққа бастайтын, жақсылыққа үндейтін сөздерді айтпағанда, олардың шығатын аузынан көп сөздерде қайыр жоқ деген сөз ғой.
жаңағы ол жерде өсек болуы мүмкін, ғайбат болуы мүмкін, құр босқа бір жаңағы біреудің өмірін талқылау немесе жаңағыдай пайдасыз тақырыптарда тереңдеп кіру деген сияқты бір нәрселер ғана болып қалуы мүмкін. Сондықтан да ғалымдар айтады, адамның аузынан шыққан сөз оның ақылынан, оның мінезінен, оның білім деңгейінен хабар береді дейді. Сол үшін де адам сөйлемес бұрын ең бірінші бұл айтайын деп жатқан сөзім маңызды ма жоқ па, оның біреуге пайдасы бар ма жоқ па, қандай да бір өзіме я болмаса біреуге бір жақсы маңызды бір мағлұмат жеткізейін деп тұр ма, осы нәрселерді ойланған дұрыс дейді. Және маған қатысы бар ма жоқ па деген сияқты. Егер бұлардың ешқайсысы жоқ болса және оған ешқандай қажеттілік жоқ болса, яғни ол сөз айтуға, онда сол уақытта үндемей қалатын болса, ол үлкен мол сауап дейді тағы да. Адам сауапты тек сөйлеп қана таппайды екен да. Біз ойлаймыз ғой, зікірлер бар, неше түрлі айтатын жақсы сөздер бар, соның барлығы сауап деп. Бірақ кейде үндемей қалудың өзі үлкен сауап болады екен. Абдулла ибн Масғуд деген сахаба айтады, Алла оған разы болсын, Алланың атымен ант етіп айтайын, жер бетінде ұзақ қамауға лайықты бір жаратылыс немесе бір нәрсе болатын болса, ол адамның тілі дейді. Ең көп үндемеу, ұзақ қамауда ұстау деген нәрсе ол тілге ғана жарасады да. Өйткені жаңағыдай қауіптері бар. Және осыған ұқсас мағынадағы бір хадисте Абдулла ибн Аббас деген сахаба айтады, Алла оған разы болсын, 5 нәрсе, сондай бір асыл тұқымды, сондай бір бағалы жылқылар бар ғой, арнайы ұстап, бағып, баптайды ғой, содан да қайырлы бар дейді. 5 нәрсе бар, содан да қайырлы дейді. Біріншісі, өзіңе қатысы жоқ нәрседе әңгіме қозғама дейді. Мүлдем жақ ашпа, өзіңе қатысы жоқ па, онда сөйлеме. Өйткені күнәдан аман болмайсың дейді. Екіншісі, өзіңе қатысы болса да, ол сол жерде соны айтатын орын ба жоқ па, соны біліп ал алдымен дейді. Дұрыс сөздің өзін орынсыз жерде айтсаң, ол жақсылыққа келмейді ғой. Өйткені ол саған бір айып, нұқсан болады дейді. Үшіншісі, жұмсақ, біз енді момын, жуас деп айтамыз ғой, сондай адаммен және ақымақ адаммен сөз таластырма дейді. Өйткені момын адам сен үндемей-ақ жеңіп қояды дейді. Ол жерде өз-өзіңді масқараға қалдырасың. Ал ақымақ адам ол саған зиян келтіреді дейді. Сен ең құрғанда сенің жеке басыңа тіл тигізіп, сондай бір жамандықтар жасайды. Төртіншісі, өзіңнің бауырың немесе араласатын досың, жолдасың, жалпы айналаңдағы адамдар, оның өзі жоқ кезде сыртынан бір нәрсе айтатын болсаң, сен де өзің жоқ кезде сыртыңнан не айтқысы келеді адамдар, не айтқанын қалайсың, сол сөзді ғана айт дейді. Өзіңе ұнамайтын нәрсені біреудің сыртынан айтпа дейді. Және өзіңді кейбір істер істеген кезде осында ренжімей осығанда кешіре салса болады ғой деген сияқты бір істер болатын болса, сен де сондай істерде басқаларды кешіре сал дейді. Бұл енді бір өмірлік ереже, қағида ретінде айтып жатыр ғой. Бесіншісі, өзінің әрбір істеген жақсылығының да, жамандығының да жазасын, сыйын көретін, білетін адам сияқты жүр дейді. Өзінің әрбір сөзіңе, ісіңе іштей есеп беріп, болашақта соған жауап беретініңді ескеріп жүр дейді. Бұл шынымен де адам сөйлеуге келген кезде ұстанатын үлкен өмірлік қағидалар. Сіз рахмет. Енді адамның көзіне көрінбейтін, қолына істеп білмейтін физикалық дүние болғаннан кейін осы сөйлеу деген нығметті бір бағаламай жатамыз ғой енді. Енді осы жерде жаңағы өзіңіз қағидаларына, ережелеріне бір тоқталып кеттіңіз ғой. Енді мұсылмандар үшін сөйлеу әдебінде Алла елшісінің бір хадисі еске түседі, жақсы сөз сөйлеңдер немесе үндемеңдер деген. Енді осы жерде қажетсіз сөйлемеу деген тақырыпты сұрақты қойғым келіп отыр. Қажетсіз сөйлемеу, осыны қалай түсіндіріп бересіз? Енді жаңа сахабалардың сөздерінде келді ғой, барынша аз сөйлеген жақсы, өйткені күнәдан аман боласың деп. Шынымен де ғалымдар айтады, көп сөзде туралық болмайды дейді. Тағы бір сөзінде айтады ғалымдар, көп сөзде ақыл болмайды дейді. Адам үст-үстіне сөйлей берсе, өйтіп жаңағы үйіп төгіп аузынан інжу маржан хикмет шыға бермейді ғой ешкімнің. Ішінде өтірік сөзі болады, бос сөзі болады, біреудің ақысы болады деген сияқты, күнә, қателіктер. Омар радиаллаху анхудың да сөзі бар ғой, сөзі көбейгеннің күнәсі көбейеді дейді.
шынымен де жаңағыдай бір жамандықтарға жол беріп қоясың көп сөйлеп отырған. Сондықтан да жалпы қағида бойынша алатын болсақ, ислам дінінде көп сөйлейтін адамдар жаман адамдардың қатарына жатады. Сарсарун дейді, хадисте де келеді. Алла тағала ондай адамдарды жақтырмайды. Ол кім деген кезде жағы талғанша сөйлей беретін адам дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Қазақтың да мақалы бар ғой, ұялмас бетке талмас жақ береді дейді ғой. Шынымен де көпіріп сөйлей беру, жаңағы көп сөз боқ сөз деген сияқты өзіміздің тым жақсы даналық сөздеріміздің барлығы, жалпы барлық халықта бұл жалпы адамгершілік тұрғыдан, адамның жақсы жаман қасиетін өлшеу жағынан алып қарағанда да бұл енді адамға жақсылық алып келмейтін, абырой алып келмейтін қасиет болып есептеледі. Ал енді пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның осыған қатысты насихаттарына қарайтын болсақ, Абу Зар деген сахабаға айтады: алейка битулис самт, қолдан келгенше үндемей жүруге тырыс дейді. Жаңағы қажетті жағдайларда, қажетті жерде әрине ол айту керек жерде айтпаған адам да ол дұрыс емес. Оны шайтанның ақырас дейді ғой хадистерде. Ол мылқау шайтан дейді да. Мысалға мына жерде әділетсіздік болып жатыр, осы жерде дәл біреудің мысалға немесе ары тапталып жатыр, біреудің сыртынан ғайбат айтылып жатыр. Сондай кезде қойыңдар жігіттер, өзіміздің бауырымыз ғой, қазір осы жерде болса айтар ма едіңдер солай деген сияқты тоқтату айтпаған, оларға қарсы былай жаңағы сөз сөйлемеген адам, ол да дұрыс емес. Айтатын жерде айту керек, сөйлейтін жерде сөйлеу керек. Бірақ артық жаңағы бос сөздер ғой, енді көп сөз. Соған қатысты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңағы Абу Зар деген сахабаға барынша үндемей жүруге тырысасыз. Фаиннаху матрадатун лиш-шайтан дейді. Өйткені ол қасиет, жаңағы үндемеу, көп сөйлемеу деген қасиет, ол шайтанды қуат дейді. Сенің қасыңнан шайтанды қашырады. Яғни шайтанға бір мүмкіндік бермейді ғой. Саған бір күнә жасатуға немесе бір жамандыққа жол ашып беруге шайтанға мүмкіндік бермейді. Уаунун лака ала амри диник, сондай-ақ сен дін істеріңе, яғни дінді ұстануыңа үлкен көмек болады дейді. Өйткені мына жерде шейх Ғазали айтады, адамның тілі еркіне қойылған кезде, адам не айтып не қойғанына мән бермей әйтеуір сөйлей беретін болса, ол тіл шайтанның жібіне айналады және ол шайтанның қолында болады дейді. Қалаған жағына бұрып алып кетеді дейді. Тілді бос қойған кезде ол бос тұрмайды, енді ол шайтанның қолында тұрады деген сөз ғой. Оны шайтан өсек айтқызғым келсе өсек айтқызады, жаңағы ғайбат айтқызғысы келсе ғайбат айтқызады, тағы да сондай күнәларға былай да апарып жұмсайды дейді. Сондықтан да тілге еге болу ол үлкен ғибадаттардың бірі. Тағы бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: ла ястақиму иману абдин хатта ястақима қалбух. Адамның иманы жүрегі дұрысталмайынша дұрысталмайды, тура болмайды, түзу болмайды. Уала ястақиму қалбуху хатта ястақима лисану. Сол сияқты жүрегі де тілі түзелмейінше түзелмейді дейді. Барлығы жүрек, оның ар жағында иман, барлығы осы тілге қатысты болып тұр екен да. Ал енді тіл қалай түзеледі, тілді қалай жөнге саламыз деген сұрақ туатын болса, оның ең бірінші жұмыс неден басталады? Бағанағы айтып отырған және пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мұсылманшылықтың ең көркем үлгісі деп атап кеткен өзіне қатысы жоқ нәрсе жайында жағы ашпаумен басталады. Әрдайым өзінің басында ереже тұру керек адам. Бірдеңе айтайын деп жатқан кезде маған қатысы бар ма жоқ па? Маған керек пе жалпы бұл жоқ па? Болмаса біреуге пайдасы бар ма жоқ па? Бір маңыздылық, қажеттілік деген нәрсе бар ма бұл жерде? Жоқ болса қоя салып, тағы да солай жоқ болса қоя салып, осылай бірінші тілді түзейді екен да. Яғни осы түзелуден, осы тазалықтан жүрек тазарады, ары қарай иман кәміл болады. Қарап отырсаңыз, Құрашиин ауыздан айтылып жатқан, ауыздан шығып жатқан сөз ғой деп есептейміз, ойлаймыз, бірақ бұл сөзді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан уақытта сахабаларының өзі таң қалды. Бір сахабаны сұрайтын бар ғой, сондай Алланың елшісі, аузымыздан шыққан сөзіміз үшін де жауап береміз. Қиямет күні деген кезде Муаз не айтып отырсың? Қиямет күні адамды бетімен сүйретіп апарып тозаққа тастауына лайықты қылатын ол бірден бір нәрсе тіл емес па дейді. Сондықтан тіл ар жағында жүрек, оның ар жағында иманмен, оның ар жағында мұсылманшылықпен байланысты болып жатқаннан кейін ең былайша айтқан кезде мұсылманшылықтың баспалдағы осы тілден, тілді реттеуден басталады деген сөз ғой. Шынымен де ұстаз, осы қажетсіз сөйлеудің жалпы орындарын дұрыс қалай қолдану керек, қалай қолданбау керек дұрыс түсінбей жататын кездеріміз де болады. Енді кейбір адамдар тіпті сөйлейтін жерінде сөйлемей, сөйлемейтін жерінде сөйлеп жатады. Одан қалды кейбір адамдар осыны үнсіздікті бір тақуалық деп түсініп жатады. Осы нәрселердің бәрін айшықтап, айқындап беріп жатқаныңызға рахмет ұстаз. Енді келесі сұрағым,
көп сөз сөйлеу, бос сөз сөйлеу деген сияқты дүниелерде, осылардың барлығы адамға қаншалықты зияны мен зардабы бар, осы тұрғыда сөз қозғасақ. жаңа біз айттық енді, жақсы сөз бар, жаман сөз бар. Жаман сөздің бірі көп сөз болса, тағы біреуі бос сөз. Бос деген яғни пайдасыз, мағынасы жоқ. Бұған қатысты мынадай бір Құранда аят бар. Мысалы, Алла Тағала Құранда намаз туралы айтса, ізінше іле сала бірден зекет туралы айтады да. Құранның барлық жерінде солай келеді. Ақимус сала ва атуз зака ва юқимунус салат ва ютуна зака деген сияқты. Жаңа намаз оқыңдар, зекет беріңдер. Мұсылмандар туралы айтқан кезде де олар намаз оқиды, зекет береді деп, намаз зекет екеуі ажырамайды, араларына бірде бір сөз түспейді да. Соған сүйеніп тіпті кейбір ғалымдар намаз оқып, бірақ зекетін бермесе, оның зекеті қабыл болмайды, екеуі бір-біріне ажырамайды өткен деп. Осылай айтқанда, енді бір аят бар, бірақ Муъминун сүресінде келеді. Осы намаз бен зекеттің ортасына да бір сөз тығады Алла Тағала. Енді бұдан біз не байқаймыз, не көреміз? Ана екеуі бір-бірінен ажырамау керек. Ешқашан ажырамайтын екі парыз, екі үкім ғой енді. Соның ортасына әкеліп ана сөзді салып жатса, демек ана үлкен маңыздылық ана екеуінен кем түспейтін бір іс болып тұр ғой. Сол аятта Құранда Алла Тағала бірінші аятында былай бастайды: «Қад афлахал муъминун», мүміндер құтылды. Яғни неден құтылды? Қандай мүміндер деп ары қарай сипаттарын айтады ғой. Ол дүниенің жамандығынан, қияметтің қиыншылығынан, қорқынышынан, тозақтың азабынан, бүкіл адам жаман көретін жаманшылықтардың барлығынан құтылды дейді. Аллазина хум фи салатихим хашиун. Олардың бірінші қасиеті намаздарын сондай бір беріліп, қорқынышпен оқитын мүміндер. Екінші қасиеті валлазина хум анил лагуи му'ридун. Бос сөзден бет бұратындар дейді. Бос сөзге былғанбайтындар. Үшінші валлазина хум лиззакати фаилун. Зекетін беретіндер дейді. Осы жерде намаз бен зекеттің ортасына тығып қойып, ана сөзге маңыздылық берді да Алла Тағала. Демек, бос сөздің зиянын, кесірін, немесе бос сөз айтпаудың маңызын біз осы жерден де көрсек болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның заманында бір кісі қайтыс болды дейді. Сосын басқа біреу, танитын жанында жүрген жолдастарының біреусі болса керек, жәннатқа кіреді ғой деп айтты дейді. Сондай тақуа, жақсы кісі болған болса керек. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: «Ауала тадри», сен қайдан білесің оны дейді, айтты дейді. «Фалааллаху такаллама фима ла яъних», мүмкін ол өзіне қатысы жоқ істе сөйлеп қойған шығар дейді. «Ау бахила бима ла янқусу», немесе бір қатты содан кедей болып қалмайтын нәрсені аяп қалған шығар, сараңдық қылып қойған шығар, сондай бір істе дейді. Қарасаңыз, бұл жерде өзіне қатысы жоқ нәрседе, бостан босқа бір нәрсені айтып қойып, сөйлеп қойып, сондай бір күнәға қалған шығар деу арқылы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам адамның бұл ісі жәннатқа кіруіне кедергі болатынын көрсетіп тұрды. Енді жаңағы жігіт айтты ғой кісі: «Ол жәннатқа кіреді ғой» деп айтты ғой. Сен қайдан білесің деп, бұл жәннатқа кедергі болатын істі атап тұрды. Ол да бос сөздің жаңағы үлкен адамға зиянын көрсетеді. Және тағы бір арабтың ақынның сөзі бар: адам аяқтан сүрінгеннен өлмейді, тілден сүрінгеннен өледі дейді. Шынымен де тіл үлкен апаттар алып келеді. Адам тіл деген оның жәннатын же шешіп тұрса, тозағын да шешіп тұрса, одан артық не, мысалы, қандай бір мысал керек та ол жерде. Сол үшін де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Иннал абда ла яқулул калима». Кейде бір адам бір сөзді айтады: «Ла яқулуха илля лиюдхика бихал мәжлис». Ондағы мақсаты тек қана осы отырғандарды күлдіру болады дейді. Адамдар күлдірейін, бір жақсы бір көңіл күй, сондай бір атмосфера жасайын деп, мысалы, бір сөзді айтады: «Яхуи биха аб'ада ма байна ас-самаи вал ард». Ол сол арқылы ол төмендей түседі дейді. Аспан мен жердің арасындай қашықтыққа төменге түседі дейді. Ол енді дүниедегі абыройы меңзеліп тұрған болуы мүмкін, немесе ақиреттегі деңгейі жаңағы сондай болады деп айтылып тұрған болуы мүмкін, немесе тозақта соншалықты тереңделеді деп айтып тұрған болуы мүмкін да. «Ва иннал мар'a ла язиллу ан лисаниhi ашадда ма язиллу ан қадамайhi». Адам аяғынан сүрінгеннен гөрі тіпті одан да жаман ол тілінен сүрінеді деп жаңағы мағына хадистен шыққан болып тұр ғой. Бұл хадис Байхақидің хадис жинағында келеді екен.
бұл жерде де біреуді күлдіру үшін немесе біреудің көңілін табу үшін я болмаса біреуге жүрегіне жол табу үшін я болмаса біреумен жақсы қарым қатынас орнату үшін өзіне қатысы жоқ бос сөздерді айту оның барлығы адамның өзіне кесір болып келетінін тағы да көрсетеді. Адамның өзіне зиян келтіреді дейсіз ғой. Рахмет ұстаз, жоғарыда айтылған осы сөйлеуге қатысты жалпы қағидалардың барлығын түсіндік десек болады. Енді ұстаз, қазір қоғамдағы бір сараң әдетіміз деп баға беруге болатын шығар. Жақсы сөз айта алмау көп адамдарда бар. Тек осы жақсы сөз айту болмаса адамдарға бір тек осы қолдауды дүниемен болмаса осы сыйлықпен бағалап қойып жататын кездері болады ұстаз. Енді осы жерде сұрағым, осы жақсы сөздерді айту арқылы адамдар біз Алла тағаладан қандай сауаптар ала аламыз? Өзі сөйлеудің ең үлкен тағы бір қағидасы, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, Аллаға және ақырет күніне иман келтіретін мұсылман бір нәрсе айтатын болса жақсы сөз айтсын, болмаса үндемесін дейді. Үлкен бір фильтр ғой адамның аузында тұрғанда. Ол сөз, қандай сөз ғана шығу керек, ол електен тек жақсы сөз ғана шығу керек. Жақсы болмаса қалу керек ол. Яғни ауыздан тек қана жақсы сөз шығуға лайықты деген мағына ғой. Сондықтан адам жақсы сөз айтуға міндетті. Және бұл Құранның да бұйрығы. Алла Тағала Құранның екі жерінде, мысалға Бақара сүресінде айтады, біз Бану Исраилден, яғни бұрынғы пайғамбарлардың, Мусаның қауымы, солардан уәде алдық. Діннің талаптары ғой. Қандай уәде деген кезде, ла та'будуна иллаллах, Алладан басқаға құлшылық қылмайсыңдар. Ва бил валидайни ихсана, әке шешелеріңе жақсылық жасайсыңдар. Ва зил қурба вал ятама вал масакин, жақын адамдарыңа және жетімдерге, кедейлерге жақсылық жасайсыңдар. Ва қулу линнаси хусна, және адамдарға жақсы сөз айтасыңдар дейді. Аллаға құлшылық қылу, ата-анаға жақсылық жасау деген сияқты үлкен ғибадаттардың қатарында адамдарға жақсы сөз айтыңдар дейді. Сосын бар ақимус салата ва атуз зака, сосын бар намаз оқыңдар, зекет беріңдер деген бұйрықтар келіп тұр да. Қараңыз, мынау біз жаңа айтып отырмыз ғой, маңыздылық бере қоймайтын шығармыз, сөз ғой әшейін. Соған да ренжіп қалдың ба, соған не болыпты, соны көңіліңе алып қалдың ба деген сияқты нәрсе болып қалуы мүмкін. Бірақ мына жерде жақсы сөз айту деген ғибадаттың қандай ғибадаттардың қатарында тұрғанын қараңыздар. Намаз, зекет, Алладан басқаға құлшылық қылмау деген таухид, ол адамның ең исламның үлкен талабы ғой, онсыз сен тозаққа кіріп кетесің да. Солардың қатарында осы нәрсе тұр. Және тағы екінші бір аятта Алла Тағала айтады, Исра сүресінде, ва кулли ибади, менің құлдарыма айт дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, айтады, менің құлдарыма айт, яқулу лати хия ахсан, ең жақсы сөзді айтсын дейді. Қараңыз, бағана адамдарға жақсы сөз айтында ең жақсы сөзді айтсын дейді. Жақсының да жақсысын теріп айтсын дейді. Қараңыздар да, сауапты сөз, пайдалы сөз деген нәрселерді осы жерде адам ажыратып, осы жерде адам өз ішінен бірінші оны бағалау керек та. Инна шайтана янзағу байнахум дейді. Өйткені шайтан сендердің араларыңда алауыздық тудырады. Инна шайтана кана лил инсани адуан мубина. Өйткені шайтан адамдарға анық дұшпан дейді. Осы сөзбен сендерді бір-бірлеріңе жау қылып тастайды деп тұр ғой. Өйткені мынау сөз, әсіресе жақсы сөз, ол досқа да айтуға болады, ол дұшпанға да айтуға болады да. Мысалы, досқа айтсаң, оның достығын, немесе жақының айтсаң, араларындағы жақындықты күшейте береді, көбейте береді ол. Ал дұшпан саған бір сондай бір жамандық ойлап жүрген адамға да жақсы сөз айтатын болсаң, ол оның өзінің жүрегін жібітеді дейді. Құранда Алла айтады, «Уәлә тастауил хасанату уәлә саййа». Жақсылық пен жамандық ешқашан тең болмайды. Фуссилат сүресінде. Идфа биллати хия ахсан. Сен мысалы біреу саған жаман сөз айтса, сен оған жақсы сөз айт. Жамандық істесе, сен оған жақсылық істе, осылай жақсылықпен қайтарып отыршы дейді. Фаиза аллази байнака ва байнаху адаватун кааннаху валиюн хамим. Сол кезде көресің, саған дұшпандық қылып жүрген адам саған айырылмас сондай бір жақын досқа айналып кеткенін байқайсың дейді. Сөзбен адамдардың жүрегін баурауға, сөзбен адамдарды кәдімгідей жаулауға болады да. Шынында да бір адамдар болады, мысалға, ешкімге еш нәрсесін бөліп беріп жатқан жоқ, бірақ адамдардың бәрі оны жақсы көріп тұрады да. Неге? Өйткені ол ешкімнің жаңағы көңілін қалдырмайды. Оның есесіне, мысалға, біз комплимент дейміз ғой қазір, біреу мысалы әдемі киініп келсе, күшті киініп жарасып тұр саған,
бір жаңағы немесе бір мақала жазып бір жерге не болмаса бір подкаст түсіріп деген сияқты бір дүниелер жазса, сен оны көрсең, ол алыста болса да телефон соғып, мә жаңа көріп шықтым, жақсы нәрселер жазыпсың, немесе күшті тақырыптар қозғапсың деген сияқты тағы әркімнің жаңағы сондай бір жақсылығына, қуанышына ортақ жаңағы жақсы сөз айтып, қайғысына жеңілдететін бір сөздер айтып, қиындығында бір демеу болатын сөздер айтып, сөйтіп жүретін адам, ол ешкімге бір ақша беріп неғып отқан жоқ, бірақ адамдардың бәрі соған жүректері жылып, іштері жібіп оны жақсы көріп тұр да. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: иннакум лән тасау наса би амуаликум, сендер ақшаларыңды, мына мал дүниелеріңді адамдардың бәріне бергілерің келсе де бәріне жеткізе алмайсыңдар дейді. Рас қой, шынымен. фалиясаахум минкум бастул вajhi ва хуснул хулуқ. Ендеше мынау жылы шырай және жақсы мінез, жайдарлы мінез, сонымен сыйдырыңдар дейді адамдарды. Яғни малыңды жеткізе алмайсың, бәріне бөліп бере алмайсың, бірақ сен бәріне жылы жүзбен қарай аласың, бәріне жақсы мінез көрсете аласың дейді. Сондықтан сен адамдардың бәрін сатып ала алмасаң да, жаңағыдай жақсы қасиеттеріңмен, жақсы сөздеріңмен сен оны жаулап ала аласың, баурап ала аласың деген сөз ғой. Тіпті егер айтатын сөзің мысалға жаман болатын болса, садақа туралы мынандай бір мысалды келтіреді Құранда Алла Тағала аятта: қаулун маруф ва мағфиратун хойрун мин садақатин атбауха дейді. Мысалға біреуге садақа беріп артынан зиян келтіретін болсаң, немесе беріп жатып сен де сұрай бересің деген сияқты бір сөздер айтатын болсаң, немесе кейін артынан міндетсінетін сөздер айтатын болсаң, одан да бермей ақ қой дейді. Одан да бермей ақ қой. Одан сенің жақсы сөз айтқаның жақсы дейді. Сен бермесең де, ой болмай тұр ғой, болса бірінші саған бермеймін ба деген сияқты жақсы сөз айтып жібергенің, сенің беріп алып артынан жаңағыдай сөз айтқаныңнан жақсы дейді. Сондықтан кейде еш нәрсе істемесең де жақсы сөз айтсаң, сен біраз нәрсе істеп жаман сөз айтқаныңнан артық жақсы деп тұр ғой. Сол сияқты тағы бір сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан келіп сұрайды: я Алланың елшісі, маған бір сондай істі көрсет, мен соны істеп жәннатқа кіретіндей болайын дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: ат'имит таам, адамдарға тамақ бер, уа афшис салам, және сәлем бер, әрдайым бәріне сәлем беріп жүр, уа ати бил калам, және жақсы сөз айт, уа салли бил лейли уан насу ниям, адамдар ұйықтап жатқан кезде түнде намаз оқы, тадхулул жанната бисалам, аман есен жәннатқа кіресің дейді. Жәннатқа кіргізетін тағы бір үлкен амалдардың ішінде жақсы сөз айту тұр екен. Шынымен де бұл енді жақсы сөз жанға шипа деп жаңа айтып жатамыз ғой. Адамға мал мүлкіңнен де, сенің беретін біраз дүниеңнен де ол кейде артық болып жатады. Тамаша ұстаз. Енді осы жақсы сөз сөйлеу көп отбасыларда да осы біздің дәрісімізден де адамдар көріп, өзінің жұбайына да деген секілді, өзінің балаларына деген секілді осындай мейірімін, жақсы сөздерін жаудыратын болса, жақсы болады деген үміттеміз негізі. Көп жағдайда жаңағыдай ғой, дүниемен сыйлықпен кетеді да, әрі қарай осындай жақсы сөз, мейірімдер жетіспей жатады. Енді ұстаз, қазір әлеуметтік желінің қоғамы, енді себебі адамдардың өзінен бұрын сөзі кәдімгідей сол ортаға сіңісетін, сол ортаға жүретін бір кезеңдер болып бара жатыр. Енді ұстаз, ашық кеңістік болғаннан кейін қазір адамдар кіріспейтін жеріне кірісіп, әдепсіздік танытып, кейде бір дөрекі сөйлеп жатады. Одан қалды бір-біріне бір салғыласып, бір-бірімен адамдар бәстесетіні тағы да бар. Енді ұстаз, осындай адамдармен қалай сөйлесуіміз керек? Шынында да енді бұл әдептің, бұл ережелердің ешбірін білмейтін, бірақ өзін мұсылман санайтын адамдар баршылық. Ол мысалға сіз жақсы жылы сөйлеп тұрсаңыз, ол сізге жаман сөйлейді. Егер оған бірдеңе деп жауап беруге тырыссаңыз, ол одан да жаман сөйлейді. Мысалға осындай кездер адам басында болады. Осыған байланысты Құранның, хадистің бір қатар қағидалары бар. Ең бірінші, ондай адамдармен көп сөз байланысқа түспеу. Егер білдің ондай екен, мысалға, қазір бірдеңе деп бастасаң, ол 10 сөз айтады, ары қарай тағы жаман сөз айтады дейтін болса, ондай адамдарға Құранда уа ибадур рахман деп Алла Тағаланың құлдарының сипатын айтады. Аллазина ямшуна алал арди хауна, олар жер бетінде сондай байсалдылықпен жүреді,
қарапайым болады деген сөз ғой. Егер оған надандар, жаңағыдай сөз әдебін, сөйлеу әдебін білмейтін, жөн жосығын білмейтін адамдар бірдеңе деп айтатын болса, олар тек қана амандық болсын дейді, жақсы сау бол дейді, болды дейді. Одан артық еш нәрсе айтпайды дейді. Яғни оны бәрібір сөзбен жеңе алмайсың, оған жақсылық үйрете алмайсың. Ол өзі сондай, табиғаты солай, жаңағы қураған ағаш сияқты қатып қалған, ол соған бейімделіп кеткен адам болуы мүмкін да. Енді сен оны бір отырғанда немесе бір сөйлескенде тәрбиелеп жібере алмайсың ғой. Сондықтан оны да өзіңді де көп артық күнәдан аман алып қалу үшін ол жерде тек қана аман бол дейсің, болды дейді. Ол үлкен бір Құранның үйреткен ережесі. Сондай-ақ бос сөз естісе, олар одан жаңағыдай бір нәрсе отырсын, мысалы бос әшейін бостан бос әңгімелер айтылып жатыр да. Қазір шынымен де көп қой, біз өзіміздің үйімізден, әйел бала шағамыздан қашып шығамыз да, жолдастарымызбен бас қосамыз да, болмайтын бір бос әңгімелерді айтып отырамыз да. Ол ішінде жаңа күнәсі бар, жамандығы бар. Одан да ол жерден қашып шығып, өзіңнің отбасыңның, бала шағаңның арасында отырғаның он есе артық та. Сондай кездерде олдан бет бұрады, шығып кетеді ондай жерден. Сөйтеді, өз амалым өзіме жетеді, сендердің де өз амалдарың өздеріңе деп айтады дейді. Қарасаңыз, енді өз күнәм өзіме жетіп жатыр, мен енді одан біреудің күнәсін арқалап қайтемін. Анау шынымен сөйтіп істеді ма, анау мынандай істеген дұрыс болмапты, анау бүйтіпті сөйтіпті деп біреудің мысалға іс әрекетін талқылап, сыртынан өсек ғайбат айтып, оның күнәсін арқалап не қыламын, мен өз күнәм өзіме жетеді деген сөз айтады да. Саламун алейкум ла набтағил жахилин, барлығың аман болыңдар, мен ондай бір надандардың ісін істемеймін деген, оның бәрін бетіне айтып кет деген сөз емес қой, бірақ сондай бір ұстанымда болады дегенді үйретеді да Құран. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ондай адамдардан барынша, жаңа айттық қой, байланыстан қашуды үйретеді. Бірде Айша анамыз мына бір оқиғаны айтып береді. Мұнафиқтардың біреусі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам үйіне келеді рұқсат сұрап. Енді Айша анамыз үйде отыр еді дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға айтты, осындай деген кісі келіп тұр деп. Сосын өзінің сол руының, қауымының ішінен шыққан ең оңбаған адам деп айтты дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, жаңа келіп тұрған адамды. Сөйтті де, жарайды, рұқсат беріңдер деді. Анау кісі кіргеннен кейін онымен кәдімгі былайша жылы сөйлесті дейді. Жылы сөйлесті, сосын жаңа шаруасын айтты да ана кісі кетіп қалды дейді. Шыққаннан кейін, болғаннан кейін Айша анамыз сұрадым дейді, жаңа ғана сіз ана кісі келмей тұрған кезде ең оңбаған адам деп айттыңыз, ал келгеннен кейін оның бетіне ондай жаман ештеңе айтқан жоқсыз дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді, қиямет күні адамдардың ең дәрежесі төмен Алланың алдында қор болатыны, адамдар оның зиянынан қорқып онымен жаңағы жақсы сөйлескен адам дейді да. Бәлесінен аулақ, осыған тиіспеші, құрсын, осы тыныш болсыншы деп әйтеуір сенен құтылуға тырысып, ол жақсы деп сенімен жақсы сөйлесетін болса, ең қияметте жаман адам сол дейді. Шынымен де бар ғой сондай адамдар, өзінің бір көктігімен, өзінің бір жаңағы сондай бір жамандығымен адамдарды мойындатып тұрған, қош сол тыныш болсын, дей сал, қоя сал деп мысалы адамдар сөйтіп қана қоя салатын болса, ол адамның ең жаманы дейді қияметте. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ондай адамдармен жаңағы ұрыс керіске түспей, жай ғана шығарып салуды үйретіп тұр да. Неге? Өйткені ол сенің ертең карьераңа кесірі тиюі мүмкін, сенің бір ертең үлкен беделіңе нұқсан келтіруі мүмкін. Қыр соңынан қалмай қойып, мысалға сен жүрген жердің бәрінде қаралап сені кәсіп қылып алса не істейсің? Жаңағы жүрген жеріңнің бәріне аңдып, сондай бір адам болатын болса, оның жамандығынан сақтану үшін оған бір әдеп үйретемін, немесе оны бір түзеймін, жөндеймін деп онымен конфликтіге келмей, оны жай ғана қоя салған жақсы дейді. Тағы бір оқиғаны айта кетсек болады. Осы жерде Абу Бәкір радиаллаху анхудың басынан өткен бір оқиға. Мүшриктердің біреусі оны келіп сондай бір тілдеп жатады, жаман сөздер айтады, үндемейді, тағы айтады, үндемейді. Үшіншісінде Абу Бәкір ашуланып кетіп, оған қарсы жауап айтады. Соны барлығын көріп тұрған пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бәкірдің жауабынан кейін ана жерден кетіп қалады. Кейін себебін сұраған кезде, жаңа сен біріншісінде үндемей, екіншісінде үндемей тұрған кезде аспаннан періште түсіп, сенің орныңа оған жауап беріп тұрған еді. Ал сен оның деңгейіне, дәрежесіне түсіп, оған сол сияқты жаман сөзбен жауап қайтарған кезінде әлгі періште қашып кетіп қалды дейді. Үндемей қалғанмен мен ертең жаңағы басынады, немесе қалай тағы абыройым түсіп қалады, мен не прав болып қаламын деген сияқты нәрселерді көп ойлауымыз мүмкін ғой. Ол жерде сенің арыңда абыройыңды қорғайтын періште болады деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып тұрды. Сондықтан да
бәрібір де ондай адамды тәрбиелеп жеңе алмайтын болғаннан кейін ол жерде оны да өзіңді де күнәдан сақтау үшін үндемей қалған әлдеқайда абзал болып тұр ғой. ұстаз, енді жаңағы өзіңіз айтып кеткен әдеп сақтамайтын адамдармен қалай сөйлесу керек жайында өзіңіз бір кеңестеріңізді ұсындыңыз ғой. Енді келесі тағы да бір сұрағым осы, жаңа бір-бірімен сөз таластыратын, тіпті бір-бірімен бәстесетін адамдар да бар. Енді осындай адамдармен қалай сақтанамыз ол кісілерден? Бұл да жаман сөздердің қатарына жатады. Яғни сөз салғыласу, бәстесу немесе бірдеңе тігу тіпті керек болатын болса, бұның барлығы жаман сөз. Ал жаңағы бәске тігілген нәрсе ол үлкен күнә, харам болады. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінікі дұрыс болмаса, бір сөзге таласып қалдың, сенікі дұрыс емес, сөйтіп қоя салған адам буния лаху байтун фи рабадил жанна, жәннаттың шет жағынан оған үй салынады дейді. Соның өзіне де қателесіп тұрсаң да. Уаман таракаху ва хуа мухиққун буния лаху фи васатиха дейді. Өзінікі дұрыс болып тұрып қоя салған адам, енді ол қиын ғой. Сен дұрыс емес, жарайды, қоя салдың. Дұрыс болып тұрып қалай қоясың? Ондай адамға жәннаттың қақ ортасынан үй салынады дейді. Уаман хасуна хулуқу буния лаху фи а'лаха, ал мінезі көркем болғанға жәннаттың ең биік жерінен үй салынады дейді. Қарасаңыз, ол сыйы ғой, ол амалдың. Сондықтан ол дұрыс болсын, бұрыс болсын, әсіресе болмайтын бір майда-шүйда істерде салғыласып, спорласып, ол олай емес, ол былай деген нәрсені ислам дінінде жақтырмайды. Неге? Өйткені бұл адамды ашуға алып келеді, күнәға алып келеді, тағы да басқа ар жағында жамандықтар әкеледі. Арасында мысалға бір нәрсеге бола келіспей қалып, содан достығы ажырауы мүмкін, туыстығына сызат түсуі мүмкін, сол сияқты үлкен жамандықтарды алып келуі мүмкін. Әсіресе қайтпай қасарысып тұратын адам болатын болса, ондайлар жайында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам инна абғадар риджали илаллахил аладдул хасм дейді. Алла тағаланың алдында ең жек көрінішті адам ол жаңағы алған бетінен қайтпайтын, өзінікі дұрыс болсын, дұрыс болмасын, салғыласа беретін адам ең жаман адам Алла тағаланың алдында. Сол сияқты тағы бір хадисте ма далла қаумун бада худа кану алейх илля утул жадал дейді. Тура жолға түскеннен кейін адам адасам десе, сол талас тартыспен жаңағыдай спормен адасады дейді. Адамның тура жолын тайып кетуіне бірден бір себеп болатын нәрсе де осы екен. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам таласпауды, сөз таластырмауды үйреткен. Бұл мейлі шындық үшін болсын, бұл мейлі жаңағы өзіңнің бір көзқарасың, ұстанымың үшін болсын, жалпы өзінің әдабул ихтилаф дейді ғой, дінде де жаңағы сөз таластырудың өзінің әдебі, өзінің орны, өзінің ережесі және өзінің адамдары бар да. Мысалға белгілі бір діни мәселеде талас болуы мүмкін. Ол көшеде отырып алып екінің бірі скамейкада немесе автобуста айтатын нәрсе емес та. Оны арнайы ғылыми ортада, сондай ғылым адамдарының жаңағы белгілі бір ынсапқа, бір нәрсеге тоқталған, сондай ортада бір белгілі ережелері бар, кітаптары бар, сондай бір ортада өтетін нәрсе да. Бұл екінің бір таласатын нәрсе емес. Діни маңызды мәселенің өзі, иман, ақида тұр ғой жерде. Соның өзі осындай болатын болса, ал енді болмайтын, анау жаңағы Трамп президент бола ма, болмай ма деген сияқты мәселелердегі сөз таластыру қоя салатын нәрсе да. Ұстаз, рахмет. Бүгінгі сөйлеу әдебіне қатысты дәрісімізді барлығын айшықтап түсіндіріп бергеніңізге рахмет. Құрметті достар, бүгінгі дәрісіміз өз мәресіне жетті. Сіздердің қолдауларыңызды күтеміз. Үлпіл басыңыздар, пікір қалдырыңыздар астына. Және де осылай біздің жасап жатқан ұстазымыздың айтып жатқан мәліметтерінен өздеріңізге титтей болсын пайдалы жатқандарыңыз біз үшін жеңіс деп білеміз. Алдағы сұхбатымызда кездескенше күн жақсы. Назарларыңызға рахмет.